тоғы тамақ келу бұл не болып кетті ғой. 5 минут деді, 10 минут деді, 20 минут деді. Дегенмен міне тамақ үлкен асымыз келем дегенше Эверест би ансамблі мың бұралған Түркістанның әдемі сұлу сүйкімді қыздары сіздер үшін мың бұралып келейін болады. Алдыңызда Эверест би ансамблі жетекшісі Динара ханымға қошемет қояйық. Жетекшісі Динара ханымға мың алғыс, рахмет. Бәрекелді, рахмет. Ал енді құрметті жақсылар, үлкен асымыз тағы келем дегенше бір әсем әуен ән болсын. Жаңа сөздің басында айттым ғой, мен Балтөбе ауылының тумасымын. Жалпы биыл біздің ауылымызға құрылғаны 60 жыл болды. Осы ауылымыздың құрметіне мен ауылдың баласын деген атты әнді жолдаған болатынбыз, арнаған болатынбыз. 5 қазан күні Балтөбе ауылы сол 60 жылдығын тойлаған болатын. Сол ауылымыздың құрметіне баршамызда мықтылар, мықты тұлғалар, азамат пен азаматшылар сол ауылдан шықты ғой. Еш уақытта ауылдан шыққанымызда ауылымызды ұмытпайық, ауылымыз өсе берсін, дами берсін, жайнай берсін деген ниетпен мен ауылдың баласын аттан қабылдаңыздар. Барша ауылдың құрметіне. Осыған бір ауылға барып кетейікші, ауылға деген бір сағыныш. Жасасын ауылдарымыз туған жер. Ауылды сағынам шалғайдағы, өркендеп қара
Бәрекелді баламыздай бопты. Ас адамның арқауы. Ет етке, сорпа бетке. Қазақтың ұлттық тағамы ет. Етті жесең, сүйреді, жемесең, сүйреді. Сіздің үшін дайындалған ас қазірі үлкен асымыз ет. Сүйреді, етті жемесең сүйреді дейді. Сіздер үшін аяқ баян тойған асын дайындаған әдемі үлкен асын алып отырыңыздар. Ойларыңызға қуат, асқазанға әдемі сіңімді кереметті тағам болсын деген жақсы ниетіміз бар. Енді аға жеңге ортаға келіңіздер. Аға жеңге ортаға келіңіздер. Енді бүгін тойдың егесі өздеріңіз болған соң, бүгін сіздердің күндеріңіз дұрыс па? Тағы Бақытжан ағамызға және жеңгемізге тосын сый жасапты. Тосын сый келіп жатыр үшін. Ағам мен әпкеме тосын сыйды кім жасады деп ойлайсыздар? Әрине бір әкеден, бір анадан шыққан туған бауырлар жасап отыр. Қазір бауырлар маған арнайы айтты, жекеме келіп, біз енді әнді дайындалмадық өкінішке орай. Сен осы барша бауырлардың атынан бауыр керек деген әнді орындасаң деді. Сол ән орындаған кезде ағамдың бауырлары бастап шығады, кеп ағамның бетінен сүйеді, құшақтайды және әпкемнің бауырлары кеп әпкемді құшақтап, бетіне сүйіп, ағам мен әпкемді ортаға бауырына басып, берімден бөлейді. Осындай кереметтей бауыр күліп деген әнге әдемі сәт, әдемі көңіл күй. Ал ағам мен әпкемнің бауырлары дайынсыздар ма? Ал ендеше біз бастаймыз әнімізді. Кеттік. Бауыр керек әні қабылдаңыздар. Барша бауырлардың атынан. Қайда менің ағам бауырлары? Ағамның бауырлары бастап келсін. Ортаға. Бауыр керек. Өміріне сырласқан, сыйласатын өзін жерін қосатын. Сынақ таза сен үшін қарсы тұрып, бағындырып белесіне таңдасатын. Бауыр керек, өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға қамданатын. Сыртыңнан жамандаса біреу сені, алданбай сөздерінен арланатын. Бауыр деген бір әлем бауыр бөлек, бауырларсыз жүргенде ауыр деме. Әр бауырдың амандығын тілейін, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем бауыр бөлек, бауырларсыз жүргенде ауыр деме. Әр бауырдың амандығын тілейін, өмірде әр адамға бауыр керек. Әнің соңында ше ата-анамыз кетіп келеміз. Әнің соңында ата-анамыз кетіп келеміз. Екі жақ ата-анасы. Әнің соңына қарай. Сіздердің бойынша. Кәдеге бірге бауырлар. Бауыр керек, сырыңды ақтаратын, қуансаң бірге күліп шаттанатын. Оңайсаң көтеріп алып білсеңді, әрқашан сенімменен мақтанатын. Бауыр деген бір әлем бауыр бөлек, бауырларсыз жүргенде ауыр деме. Әр бауырдың амандығын тілейін, өмірде әр адамға бауыр керек. Бауыр деген бір әлем бауыр бөлек, бауырларсыз жүргенде ауыр деме. Әр бауырдың амандығын тілейін, өмірде әр адамға бауыр керек.
болашаққа аттан қалғанбыз, өмірдің мәні сүйеміз. 5 күн жағын өмірде бір-бірімізге шынайы болайық, бір-бірімізге таза болайық, бір-бірімізге адал болайық. Бір әкеден, бір анадан шыққан жасасын бауырлар! Бауырларым, жақындарым, беремін сені жүрегім бәрі. Бауырларым, тамырларым, сыйрысыңдар маған берген бір алларым. Бауырларым, жақындарым, беремін сені жүрегім Бәрекелді, рахмет. Бұл сәтті, бұл кереметтей мүмкіндікті мен неге жасадым? Қазір о заманда бұл заман дүние үшін, байлық үшін бір әкеден, бір анадан шыққан бауырлар бір-бірінің бетін көрмей, араласып кеткен бауырлар жоқ емес, өкінішке орай баршылық. Сондықтан осындай дұрыс ашық дауызда шындық, дұрыс келісесіз ғой. Сондықтан міне осы ән арқылы бір-бірімізге бауырлық сезіміміз артсын, бір-бірімізге деген мейірімді болайық, бір-бірімізге қамқор болайық, әрқашанда бір-бірімізді жақсы көрейік, бір Алла разы болсын деген ниетпен осындай дүние жасадым. Сондықтан ағам мен әкемнің жасасын бауырлары! Әрқашан бірлікте тіректе болады. Енді міне жаңа жеңгем айтты, бір жағы осы сәттеде байланып отырып, жеңгемнің, әпкемнің анасына, ата-анасына деген сый құрметі бар екен. Жаңа тойдың барысында беретін сәт еді, ұмытып кетті. Енді өкінішке орай енді той кемсіз өтпейді ғой. Сондықтан ана келіңіз, сіздің ол қыздарыңыздың әдемі дайындаған сый құрметі бар екен. Әдемілеп қазір күшті. Не сыйлық деп ойлайсыздар? Әрине алтын. Әйел адамға алтын жарасады, ер адамға күміс жарасады. Алтын сән үшін. Бара беріңіздер ұштар әрине. Рахмет бауырларға, рахмет, Алла разы болсын. Бәрекелді, рахмет әпке сізге. Тойшы әпке сізді болып жатыр. Қитсіз ғой бүгін сіз. Бәрекелді. Беліңізде күштеген топан-топан етіп әдемі елегіз. Бәрекелді, рахмет. Көңіл күйден айырмасын Құдай. Ал енді міне, ортаға келіңіз ана, ортада тұрыңыз, жақынырақ бері. Ал анамызға деген міне, бұл қыздарының әдемі дайындаған сый құрметі, адамзаттың асылы ардақсыз айтады, бір-біріңе жиі-жиі сыйлық беріңдер, және бір-біріңді жиі-жиі қонаққа шақырыңдар, сонда сый құрметтен артасты дейді. Міне осындай хадисті сыйлап отырып, әдемі анамызға деген сый құрметі бар екен. Сармайдай сақтаған өзіңіздің құрметіңізге азда болса көпте көресіз. Және бүгін тойдың ерекшелігі, қарасаңыздар құрметті ағайындар, арақсыз той болып жатыр міне. Қазақтың қымыз қытыранмен осындай арақсыз тойларымыз көп болсын. Арақ жоқ жерде ол періштелер жүреді. Міне жалпы сіздер хадис бойынша айтады, қонақ деген 10 берекемен келеді деген. Кететін кезде 9 берекені тастап, 1 берекені алып кетеді деген. Сондай сіздер берекелді, мерекелді қонақсыздар. Ал, Асқар Дәулет әкеміз қайда? Келе қойыңыз әке сіздер. Келіңіз, әкелер. Екі жақтың ата-анасына әдемі дайындаған сый құрметі. Ал, әдемі анамызға, әкемізге бірінші қол болып көрсетейік. Қайырлы кеш, құрметті қадірменді, мені сыйлап келген, менің жолдасын сыйлап келген барлық қонақтар, сіздерге басып иіп рахмет айтамын. Енді бүгін осындай бізге өмір сыйлаған біздің ата-анамыз, маған өмір сыйлаған анашым, әкемнің орнында маған әке болған, бір өзі 10 бауырға татитын ардақты менің ағам, аяулы анам, 100 жасаңыздар, сіздермен бірге мәңгі ұзақ өмір сүремін, әрдайым алдыңызда осылай жарқырап, жайнап жүре беріңіздер. Сіздерге үлкен рахмет басым деймін. Және мынау жолдасымның ата-анасы менің екінші ата-анам. Сіздерге де үлкен рахмет. Өмір жастарымыз ұзақ болсын. Сіздердің арқаларыңызда біз осындай үлкен шаңырақ болып отырмыз. Әуелі менің екінші анам, әкемде болған атам. Сіздерге де басым деймін. Әрдайым 100 жасаңыздар, өмірлі болыңыздар. Біздің алдымызда немере шөберені көріп, шөпшектің қолынан май жалап жүре беріңіздер. Бүгін мынау енді осы ата-анама деген кішігірім құрметім, жаңағы кегізетінім бар. Және де екі анамның енді өздері де алтындай жарқырап тұрған шығарсыздар. Осындай алтындай жарқыраған аналарыма өздері қалап алсын алтынды дегенмен
деген оймен бір жаңағы конвертім бар. Қошын тұтқан бар дейсіз ғой. Бәрекелді. Рахмет әкемізге. Әкемізге құлақшын қыстың қамыны күзде, жазда ойна деген бәрекелді. Міне қыста жарып қалмасын, тоңып қалмасын деп бәрекелді. Адам көкөз шөбірек дейді. Бәрекелді. Размер точный, көкелерім, апаларым мощный. Бәрекелді. Және алтын аптап, міне күміспен қаптап жатыр бәрекелді. Рахмет. Дүние жолда сұлмай дегенмен көңіл ғой. Міне ол қызының кеу олдарының бәрекелді сый құрметтерін шын жүректен қабылдаңдар. Болды ғой, енді сөйлесіңіз деп жақсылап ортаға. Әңгіменің өзегі, келесіліктің кезегі, 1000 жылдық құдаларға кезек келді. Құда 1000 жылдық, кеу 100 жылдық дейді. Бәрекелді. Құдалардан бастап келетін Базарбай көкеміз бастаған Құрбангүл апамыз және Үрзия дейді, Темірхан, Сапаргүл, Гүлайым, Абдулла және де Клара бастаған барша 1000 жылдық құдаларымызды асабаның алаңына Хамадан төріне демі ақ текке шақырамыз. Келіңіздер, 1000 жылдық құдалар қайнап жайнап билеп, Базарбай құда бастаған, Құрбангүл апамыз бастаған барша құда бағилар, құдашалар қайдастыр. Барша құдалар шық болды ғой, бәрекелді. Құта дегізген, құйрық бауыр жегізген, екі жастың арқасында осындай 1000 жылдық құдаларда тойға келіңізге деп тұр. 1000 жылдық құдаларға қошемет аямай ұрықтайықшы кәнекей. Ал бәрекелді, рахмет. Той құтты болсын құдалар. Жақсы тілек, жақсы ниет өздеріңізде. Отау иесі ер дейді, көкемізден бастайық, одан кейін сіздер жалғастырасыздар дейді. Ал тыңдалмаған сөз жетпейді, құдалардың тілегін тыңдайық, сауыз тақтап. Хаммада жиет болып көсемізге. Құрметті бүгінгі үлкен тойға жиналған көпшілік қауым қадірменді қонақтар, құдалар, жекжаттар, той құтты болсын бүгін. Мына біздің Бақытжан мен Құдашан шаңырағында үлкен той болып жатыр. Адам өзі өмірге бала келгенде бір қуанып перзент болды деп. Мына екінші сатысы болды жаңағы. Баласы мұсылман болып арыз өтеп жатыр. Сондықтан құтты бола берсін. Ата-ананың қуанышы бол. Менің перзенттерім атқа мінетін ер азамат болып деп қуанып жатыр. Құтты болсын. Үлкен азамат болып өссін. Мына елдің баласы болсын. Сендердің қуаныштарың бол. Қуаныштардың ортамыз. Құда қаласа шаңырақтарда той бола берсін. Енді бір заман бір уақыттарда осы балалардың үйлену тойында бірге жүрейік. Құда қаласа үйлендір, үй қыл, отау қыл, үлкен шаңырақ әулетпен өсіп-өне беріңдер. Құтты болсын, құдаша, тойларыңыз құтты болсын, құдағи. Құда қаласа мына перзенттеріңіздің қуанышы арта берсін, тойға ұласын, шаңырағыңызда той болсын. Осындай әлі білеміз, жарқырап ортада жүре беріңіз. Ана десе бірінші балаға ет жүрек жүрегі қандай. Құдағи ат тұрады орнынан сұрап жүрген. Рахмет сізге. Мына ананың көңілі баланың осындай. Сондықтан тоқты болсын айналайын.
Одан сосын жағы мерейтой туғаным болып отырген мынау жаңағы 40 жас 30-да ордамыз болған 40-ты қамалып өтеді, сондықтан қамалудың шақтасын қазір Құда қаласа. Сосын 40 жас деп 40-ты арман еді ол кезінде. Жасың құтты болсын, жасың жас болсын. Семьяңа, жарияңа, бала шағаң көбейіп, ұрпақтарың өсіп, үлкен дәулетті жанұя болып құтты болсын тойларың. Ал енді құрметті ағайындар, той құтты болсын дегендеріміз 10 қолда көтерейікші. Көтерейік. Енді аузымызда бір сәтке жабайықшы. Не деген базар болып жатыр, қуаныш базар болып жатыр, кішкене сабыр сақтап, құдалардың ақ-тілегін тыңдап, өтініш сабыр кішкене. Сабыр сақтайық. Ал келесі ақ-тілек жалғассын, ретімен, жолымен, кезегімен. Тойларыңыз құтты болсын. Бақытжан қымбат, тойларың құтты болсын. Мерейтойың тағы құтты болсын. Мына өсіріп отырған балапандарың бүгін атқа мінсе, Құда қаласа биік белестерден көрініп, Құда қаласа үлкен азамат болып есейгенде таққа отыра берсін. Дендері сау болып, мына өсіріп отырған ұл-қыздарың қызығын көріп, Құда қаласа үбірлі шүбірлі бола беріңдер. Құдағылар, немерелеріміздің жұман болған құтты болсын, тойларыңыз тойланбаса берсін. Бақытжан қымбат, дастархан жайып жасаған құтты болсын. Одан үлкен азамат болып, елімізді халықтың қалаулысы болып азамат болып, ал талаштарына қараған азаматтар өсе берсін. Бүгінгі туған күнің құтты болсын. Алланың берген жасын жасап, Құда беруің, ұл-қызыңның рахатын көріп, бірге қартайып, әлем әлде ата жүріп бола беруің Құда қаласа. Бақытжан, өнімді жалған Құдаша тойларың құтты болсын. Балаларың түсініп болып жолын құтты болсын, дені сау болсын, тойларың тойланбасын. Бір үйден бір адам дейсіздер ғой. Бәрекелді, рахмет, құрметті құдағилар, Құдаша айтқандарыңыз айда келсін. Бұл өмірде жалпы 1000 жылдық құдаларды көп дейді, көктемде ағаштар көп дейді. Бола берсін көп дейді. Бәрі де осы тұрған 1000 жылдық құдаларға жетпейді. Солай ма? Қошеметті қойайық, бәрекелді. Ал енді бірінші әдемілеп той иелеріне суретке түсейік. Одан кейін сый құрмет болса, соңында тапсыруға енді рұқсат. Одан кейін барып 1000 жылдық құдалардың құрметіне әдемі би болсын, әдемі ән салатын сонау табиғаты керемет. Шындас болсаң айтшы құрбан қайырды мына баян. Ортада бекерге шап!
olacak. Kentau'nun malı kızardı hürmeti. Kuşların birlikte kaldı. Karatau taşı davası, Akşuruk Kentau kalası. Kentau'da benim şanımda, Tanrısı kalkan jarası. Nerede Kentau kalası, Kentau'nun nazik arığı. Şuraya canım dep gördüm, Canıma onların anası. Canım var benim Kentau'da, Kentau'da, Kentau'da. Adıydı candı Mahtau'ga, Mahtau'ga. Canım var benim Kentau'da, Kentau'da, Kentau'da. Adıydı candı Mahtau'ga, Mahtau'ga. Neyse Kentau'nun kızardı hürmeti. Kuşların birlikte kaldı. Kentau'nun kızardı. Kentau'ga bir gün varalım, canımın gülün tabarımın. Birge ötken günlerde, kulağına esi ağlarım. Katarda derin şölege, mahaba kadın belede. Kaşar gelirsen canım de, sağımı bilme şölege. Canım var benim Kentau'da, Kentau'da, Kentau'da. Adıydı candı Mahtau'ga, Mahtau'ga. Canım var benim Kentau'da, Kentau'da, Kentau'da. Adıydı candı Mahtau'ga, Mahtau'ga. Kazasın ayrımını Kazak'ta kızardı. Hey, Kazak'ta kızardı. Suyu koy. Peki. Canım var benim Kentau'da, Kentau'da, Kentau'da. Adıydı candı Mahtau'ga, Mahtau'ga. Peki. Canım var benim Kentau'da, Kentau'da, Kentau'da. Adıydı candı Mahtau'ga, Mahtau'ga. Ortamızı yaptığımız bir yol atalım. Hayır. Kızım şavuk alar, canan canan. Benim oylarım
осы сыйлықтар өз иесін тапсын. Жақсы, мықты билейтін, аға келші, сізден сұрайшы. Ағамнан сұрайын. Бәке келші. Жақсы, мықты билейтін, өз жағыңыздан бір ержекті айтыңызшы. Кім мықты билейді? Энергиясы мықты, харизмасы ұрып тұрған. Кімді шақырамыз ортаға? Тұрғанбек, ағамыз бар ма? Келіңіз. Тұрғанбек ағамыз келе жатыр, қош болдық, айтыңыз. Ал, жеңге, сіз жақтан батылға үшін. Ағам жағын мықты білейін бәді, жеңгем, әткем жағын мықты білейін бәді. Азық соны тексеретін көретін боламыз. Ал! Коллективтен Жәудір. Жәудір ханым, келіңіз! Жәудір ханым! Бірімізге қарамаған сұрамыз аға. Бірімізге қарамаған сұрамыз. Дағы бұл әулетке кім боласыз? Шанағасы боласыз. Кім есіміңіз? Тұрғанбек. Тұрғанбек ағамды қолдайтын жандар бар ма? Тұрғанбек ағамды қолдайтын жандар бар ма? Және де Жәудір ханымды қолдайтын жандар бар ма? Жәудір ханымды қолдайтын жандар қайда? Барекелді, ал, дайынбыз ба? Бейжарыз. Кім маздатып, орында кіріп биламайды, сыран атымышын шыға береді. Соңында бір ойынша қалып біліп тұрсыз ғой, қомақты кереметті сыйлықты алады. Екеуіңіз билейсіздер бағая. Біреуіңіз сіз ұшып кетуіңіз мүмкін, болмаса сіз ұшып кетуіңіз мүмкін ойына. Қандай биге билейміз? Өзбекше? Сіз? Любой, барекелді. Өзіміз бірінші қазақпыз ғой, қазақшадан бастайық, шоқ-шоқ, қазақшадан. Жібер, шоқ-шоқ. Екеуі де әдем беріп жатыр, мынау деп шығайын десем шығарамайын деп тұрмын. Екеуі де әдем точно түсіпті бір-біріне. Сондықтан сіздердің көмектеріңіз керек. Жәудір ханым қалай биледі? Жоқ, тез музыка. Жәудір ханым қалай биледі? Жұталас. Тұрғанбек ағам қалай биледі? Тұрғанбек ағам қалай биледі? Жәудір ханым қалай биледі? Çoda tepete bile dağılsa başka bir bilet koyup, başka bir bilet koyup, tabrika düşkavuz. Hadi yapıyor. Moya. Ağam енді ашылған харизмасы барып тұр. Сіз үшін Жәудір ханым қайта беріңізге ешкім айтпай. Ağam енді ашылды, дәбірәгеді шойбек. Ал енді ағаммен билейтін кімді шақырамыз? Кім бар? Апалар жағайын бар ма? Бала бойынша асып айтесіз. Көп ойлана дегенсіз. Қозаңызшы. Гүлі.
Бөлем, сен үшін өлем дейді. Қан, өлем дейді. Қайда, бар ма? Келіңіз. Көлеге. Кел абайыз. Ашылып, бене қан жүріп. Бәрекелді, әдемі, күш қап берсін. Өле боласы, жақсылап адышы бекейміз. Көлекеңді қолдайтын жандар бар ма? Тұрғанбек ағамды қолдайтын жандар қайда? Көлеке, қандай биге билейміз? Билей алмай, мына аштыңыз онда билемесіңіз. Әйшен шығасаңыз ба? Барын салайық. Өлем, сен үшін өлем дейді ғой. Өле үшін барын жатырысы көрем, қуанышқа ортақ болу керек. Аға, қандай биге билейміз? Кез келген ба? Кез келген деген әнді қойшы, жібер. Саба! 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 Ойдағы молодец! Саба! Молодец! Ойде! Саба! Молодец, аға! Красавчик! Ойде! Ой, шарым! Ойды! Ха! Саба! Шынымен дым билемайды дейсіз. Рахмет бөлесіне. Қошеметпен шығарып саламыз. Бәрекелді. Сіз жақ отырылмадсыз. Мұқтысы жақынмасаңыз болмайды. Майра сыныптасын шақыршы. Майра сыныптасын дейді. Келе қойыңыздар ма? Майра, қайда? Бар ма? Ағайын Майра шықсын ба? Иә, шық деп отыр, мен ғой той кезден сұрау ол сізді күшкен дейсіздер. Келе қойыңыз. Жағыңыз Майраға. Майраға сыныптас үшін, ашығыра тұшыға тұрып беретін ол сыныптас дос. Қандай әнге билейміз? Қызық емес сіздің билей алмайтыңыз. Ожым ашыласыз. Бүгін қайнайтын күн, бүгін жайнайтын күн. Бүгін секіріп билейтін күн. Қандай биге? Өзбекше, әлі ішіге жатып алған естің бар екенде. Шеберші өзбекше. Ойда! Ойда, аға, молодец, красавчик! Қая! Қая! Салайын! Әйде! Ананы қара! Қая! Сама! Ойда! Шынымен дау билемейді кеші. Ренжімеңізші, жан-жаға қарамайды, қазір қолдегі қайтамыз. Барекелі, әке, қолда келші. Әке, қолда келші. Даканса, айраны дейін шынап беретінше, осы ағамызды негіз жақсы білейтін білдіңіз ба, негізі? Бәсе, ешқандай орын ауыстырады, ешкімге бермейді орны. Барекелі енді финал, соңғы финал, кімді шақырамыз? Жода сіз әпке жеңіліп атсыз. Қараңыз, жан-жаққа, оң жаққа, сол жаққа, соңғы жақсы білетін жанда. Финал, соңғы би. Болмаса өзіңіз білей саласыз. Бауырлар жақтан жоқ па? Бауырларыңыз жода. Бауырлар бар. Өз еркіме шықсын дейді. Өз еркіме кім бар? Өз еркіме шығады. Мен сыйлықты көрсетіп қойшы, міне, халықтан тап қойайын. Бәрекелді, бір күттің айшасы сап шықтыңыз ғой. Құдай-ай, бәрекелді. Мына сыйлықты аламыз, таласамыз аға. Сіз алда келе жатсыз ба? Осы кереметтей адуши билейді, осы сыйлықтың иесін табады. Ал, кеттік, қандай биге билейміз? Так, кім боласыз бұл дәулетке? Сіңесі боласыз, бәрекелді. Кім есіңіз? Нұрсәуле қанымға қош отырып қойайық, бәрекелді. Ал, Нұрсәуле қанымның қолдайтын жандар бар ма?
финал соңғы қандай биге билейміз? Ал шоқ-шоқ рамазы қандай би? Шоқ-шоқ па бәрі ма? Кетіп жіберші хитаны. Ағай, мен не көрдім? Мен екеуі де биден қайтпайтын екі адамды көрдім. Иә, екеуі әдемі түсті бір-біріне. Ал енді дегенмен мынаны сен жаман биледің, болмаса сен жаман биледің деп мен шығарып тастамаймын. Сондықтан сіздер дауыстарыңыз керек бұл жерде. Сіздерден көмек керек. Құрметті әділ қазылар алқасы, әділ бағаларыңызды беріңіздер. Нұрсәуле ханым қалай биледі? Нұрсәуле ханым қалай биледі? Çoğaz. Çoğan ben ağam kalay biledi. Kanday baksız ağam Құдай-ай. Барша жанкерді жинап алыпсыз ғой. Ойбай. Bismillah деші. Осы қызым осы не болып қалды? Бір пішпіштірмеді нейлігі. Тұрғанбек ағам қалай биледі? Нұрсәуле ханым қалай биледі? Мақтана мақтады мойындау керек, дұрыс па? Дұрыс па? Дауысы да мықты, дауыс жағы да ұрып тұр, жоғарғы көрсеткіші көрсетіп тұр. Ойнаймыз аға, еңбегіңіз бар. Бас жүлде Тұрғанбек ағамызға! Әргіл аға, бұл жеңіске қалай жеттіңіз? Бұл жеңістің құпиясы неде? Өзіңіз бұл жеңісті және кімге арнайсыз? Адам Шашаптық әйе қола көрсетейік әнеге ағамызға ентігіп тұр ғой. Әлем майданының чемпионы ұқсап. әуелі алған қас көйлегі сен ағам. Ей, бәрекелді, рахмет! Тұрғанбек ағамызға қошемет! Бүгінгі өзінің харизмасымен, бүгінгі өзінің күш қуатымен, өзінің бүгін шапшаң қимылымен таза жеңіске жеткен Ботпай Ботақан! Тұрғанбек ағамызға қошемет ағайын бәрекелді. Рахмет аға, Алла разы болсын. От души. Және де мына сыдықты Құдай жаным қайда кетіп қалыңыз? Тұрсыз ба, мен сізде көрмей қалдым. Сізде көңіл қалмасын, сізде еңбегіңіз бар, жақсы біледіңіз. Жаңа о баста ерте шығу керек еді. Мүмкін Тұрғанбек ағамызды басып кетуіңіз мүмкін еді. Дегенмен бас жүлде Тұрғанбек ағамызға, бірінші орын сізге. Рахмет, қошемет. Әпкеміздің барша ағайын туысқандары, Мықтыбай ағамыз бастаған Айткүл дейді, Нұрлан, Мейрамкүл, барша ағайындар, арнайы менде артында атамады, түсіметтер ренжімеңіздер. Ағамызбен әпкеміздің барша ағайын туысқандары, жиен, бөлелер, ошын, әпкелер, жезделер, күйеуолдар бәрі соның ішіне кіреді. Барша екі жақтың ағайын туысқандары. Келіңіздер, асабаның алаңына тамадан біріне қайнап жайнап дейді. Қайдастар ағаммен әпкемнің барша ағайын туысқандары. Бауырлар, жиен, бөлелер, күйеуолдар, сіңілдер, ағалар, інілер, әпкелер. Туысқандар
Жылтыраған жалғандай қызықпаңдар туысқандар. Рахмет, жасасын туысқандар. Бәрекелді. Әпке сіз деген ішіп аласыз ба? İçmegesiz ba? İçmeseniz de kuat egesin egizde. Rahmet әпкеме ше, ырза болып отырмын ше. Бүгін сіз ше әпке барлығын түсіне кіресіз ғой. Әдемі ғой сол міне, күшті. Рахмет, Алла разы болсын осындай. Шылысты ба? Бәрекелді. Әбекем дейді. Әбдіраш және әсел әпкелерімізді шақырайыншы ортаға ақтілек сіздерге арнайы ақтілекке шақырамыз. Келіңіздер, сіздердің әдемі ақтілектеріңізден бастаймыз. Одан кейін барып, ағайын туысқандар тілекті жалғастыратын болады кәдеге. Әбдіраш, әсел әпкелерімізге. Рахмет сөз бергендеріңізге. Ассалаумағалейкум, тойға келген құда жекжаттар, ағайындар. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Бүгін мынау Бақытжан баламыздың 40 жасқа толған кішкентайлардың үстінде той құтты болсын. Әбеке, Шархан, осындай тойлар ылғи бола берсін. Қызықты осындай көңілді бола берсін. Тамадалар осындай көңілді өткізе берсін. Балтагөлден, Баршықлықтың да келе берсін. Ал енді осы тойға айырылған тілектердің бәріне 137% қазақшалап айтқанда пайыз қосыламын. Өмірде бақытты болыңдар, денсаулықтарың мықты болсын. Кішкентайларың үлкен азамат болып, өздеріндей жақсы жігіт болып өсе берсін. Тағы не дейміз? 40 жасын тағы да бір-екі жыл Құдайдың берген жасын жасай бер, келінен бақытты бол. Өмірдегі ең керекті сол екен, бақытты өмір сүру екен. Қалған бәрі болады екен. Ал мен енді Бақытжанның әкесінің досы едім. Сонау Қарақалпақстаннан көшіп келген, осыдан 35 жыл бұрын. Түркістандық болып кеттім қазір. Жақсы. Әбекеңмен екеуміз дос болып жүрміз. Папасымен. Жақсы той өтіп отыр. Сізге бір ескертіп айтып қояйын, Аманда жолдас. Мынандай қанша тойын басқарып жүрсіз ғой. Телефонды аузыңызға тақамаңыз. Бұлай тақаған кезде сізге жақсы болып естілгенмен жұртқа жақсы естілмейді екен. Мен ылғи да осыны байқап отырамын, айтайын деймін да. Бұлай аузыңызға тигізбеңіз. Тигізген кезде бар мынау сізге жақсы естілгенмен жұртқа дүк етпестен. Бұлай осылай ұстасаңыз болды, бәрін естіледі, жақсы болады. Барлықтарыңызда сондай қылсаңыздар болады. Негізі тойға келгенде адам кішкене демаламын деп келеді де, мынандай жерде бұлай естіліп тұрған кезде адам демалмайды екен. Шаршап қалады екен. Сол үшін осындай жайбарақат, осылай сөйлеу керек. Бәріне де естіледі, бәріне көңілді отырады. Кейде әйелдер бір-бірін жаңағы көрмеген әйелдер болады, бір-бірімен жаңағы сыбырласып сөйлегісі келеді. Ана бір тойға келе қалған бір кісіні жамандағысы келеді. Сондай кезде әңгімелесе алмай қалады да, жаңағы қатты сөйлеп кетеді. Жайырақ сөйлесеңіз, олар да әңгімелеседі. Шер тарқатады дегендей, бұның ішінде әзілдері бар енді. Әзіл күлкі витамин дейді ғой, әзілдеп айта береді. Енді той бола берсін, барлықтарыңыз көңілдеріңіз көтеріліп болсын. Осындай той жұғысты болсын барлықтарыңызға. Жақсы, рахмет. Келесі сөзді Сіз ұқсап мәнерлеп айтамаймыз енді. Астың үстіне аударып сөйлейміз. Құрметті көпшілік қауым, құда жекжаттар, құда қаласа, ағайын туыс, қымбаттың коллективі, достары, бүгінгі той құтты болсын. Бақытжан туған күні құтты болсын, денің сау болсын. Қымбат екеуің бір жастықта қартайыңдар, құда қаласа. Алина мен Абдуллахтың сүндет тойы құтты болсын. Атқа мінсе, құда қаласа, таққа мінемелсін, дені сау болсын. Елдің елеулісі, халықтың қалаулы азаматы бола берсін. Той қыласың, құда қаласа. Армысыздар көпшілік қауым. Бүгін міне біздің Қаңлы әулетінде бауырым Бақытжан
мерейтой және екі ұлымыздың балапандарымыздың сүндеттелген той құтты болсын, бәрімізге жұғысты болсын дегенде қазақ атам тойдан қалмайық. Көпшілік қауымға айтарым, той керемет өтіп жатыр. Рахмет коллективтерге де, құда жекжаттарға да, достарға да, жарандарға да барлықтарыңызға шын жүректен алғысымды білдіремін. Бір кісіде атсалысып отырмыз. Тамада Жолдасқа мен разы болдым. Керемет жас қой бұл. Жада бір сындар айтып жатырмыз. Жас болғаннан кейін от болады, от болғаннан кейін шоқ болады, шоқ болғаннан кейін шоқ болады. Шоқ болайық, бар болайық, аман болайық. Жасасын, қалыңдар ойты. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым, тойшы қауым. Бақытжан туған күнің құтты болсын, 40 жасың. Кішкентайлардың сүндет тойы құтты болсын. Үлкен ер азамат болып, өссін, биік белестерден көріне беретін. Мына текеулерің көтерген шаңырақтайын биік болсын. Алдаймыз. Отбасыларың үлкен болып бақытты болыңдар. Ассалаумағалейкум, жиналған халық. Көке апа, немерелеріңіздің сүндет тойы құтты болсын. Әрі бажам, әрі тұсқаным ғой, 40 жас құтты болсын. Ең болған сүндет тойы құтты болсын. Құда қаласа бұдан қалада бесігінің той қаласын. Деніңіз сау болсын, әкешіңіз аман болсын. Мықты болсын, екі бала үлкен депутат болсын. Ал, қыздар. Армысыздар құрметті тойға жиналған көпшілік қауым, тойшыл қауым. Бүгін мына Бақытжанның қымбат жасап жатқан мерейтойлары және әркіммен табылған сүндет тойлары құтты болсын. Қазір таққа мінсе, болашақта биік белестерді бағындыра берсін. Денен сау болып, аспандарың ашық болып, жастарына жас қосыла берсін. Көпшіліктің жақсы ақ тілектері перзент қуанышына жалғасын. Ал Бақытжан, тойлар құтты болсын, Бақытжан, бір жасың құтты болсын. Құдай қаласа жасына жас қоса берсін. Денің сау болсын. Мына балаларың үлкен азамат болып өсе берсін. Елдің елеулі, халықтың қалаулы азамат болсын, Құдай қаласа. Биік белестерден көрінсін. Амандарың орнала берсін. Өздерінде қайымыз бар және Бақытжанға өзігіміз бар. Бақытжанға алтын жүзігіміз, қымбатқа алтын алқамыз бен тайымыз бар. Шұғылдасы. Бүгінгі тойларда келіндерге алтын таға, ерлеріне шапан бере берді, біз ол Бақытжанға да алтын берген қандай керемет. Мына енді мұғалім қызымыз бар екен, ертең каникулға шығайын деп жатырдыңыз, каникулға шығарыңыздан бір тілек айтып кетейін дейді. Кеш жарық ағайын, ұжымдастар, жалпы жора жолдастар, бүгінгі мына менің бауырымның, яғни қара шаңырақтағы ағамның, әрі әкемнің, біздің әулетіміздің, қаңлылар әулетінің шежірелі тақтасын ары қарай жалғастырып отырған Бақытжан інім бүгінгі 40 жасың құтты болсын. Саған өмірде жаратқан иеміздің жаратқан бар жақсылығын, жаратылыстың бар асылын, әлемнің бар жауһарын тілеймін. Құдай қаласа, өсіріп отырған ұл перзенттерің тек қана бақытты, дәулетті болсын деймін. Алла тағала тек қана ұрпағыңды көбейтіп, дәулетіңді арттырсын. Бұл сенің ең керемет тойларыңның бірі болатын болса, бұдан да үлкен сенің ұрпағыңның ұзату, келін тойларында біз барлығымыз төрт көзіміз түгел аман есен
Uqtarasida Xudoga qarasa sanatasiz. Бәрекелді қалғанымыз қосыламыз, тілегіміз ниетіміз бір. Бәрекелді сөйлейсіз бе? Жалғыз ағамға тойлар шыққандарыңыз құтты болсын, барша тойшыл қауым той-тойға ұласа берсін. Мынау ағамның шаңырағында бүгін үлкен той. Аға мен жеңгеме тек қана жақсылық тілеймін. Шаңырақтары тек қана биіктен көріне берсін. Мынау өсіріп отқан ұл-қыздардың тек қана қызықшылығын көрсін. Өстіп күліп, ойнап отырғанымыз ата-анамыздың ақысы, ата-анамызға алғысымызды білдіреміз. Екі жақтың да ата-анасына үлкен рахмет. Тек қана өстіп тойдан тойға кездесе берейік. Біздің де ағамызға алтынымыз бар. Құдай қаласа алтындай жарқырап жүре беріңіз. Отбасымыздың атынан тайымыз бар. Бәрекелді рахмет. Енді жақсылап бірінші суретке түсіп алайық, той кезін ортамызға алып, бауырымызға басып, одан кейін сый-сияпат болса тапсыруға қолына рұқсат. Мен жаңа қымбат келінмен бірге бір ұжымда әріптеспіз, қызметтеспіз. Сондықтан біздің бауырларымыздың атынан ұжымдарымызға әкелген кішігірім жаңағы не дейді әлгі шуылдарымыз бар. Соны біз табыс етеміз. Содан кейін інімізге беретін қазір білесіздер ме енді бәрі ақшалай жүреді. Сондықтан ақшалай үлкен сыйлығымыз бар. Бәрекелді рахмет. Алмат келіп сөзіңізде, Алмат. Өмірге күліп қалсаң, оны жаңа күліп айтып келеміз. Әпетейік. Sizce bakalım kapıda olsa. Ağayla sonra hürmetle bir, iki bir. Ay, 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 ay.
Соңғы тойымыздың вақыты қалды. Әріптестер және достар, 6-шы мектеп Мәншүк Мәмбетова атындағы орта мектептің барша қызметкерлері, Гүлнар апай бастаған, Сәлия апайымыз бастаған барша әпкеміздің әріптестері және ағамыздың әріптестері Қалжан Әубәкір бастаған және ағам мен жеңгемнің барша құрбы достары, 85-тер қайда? Әріптестер және сыныптас достар, әдемі Ақтекке келіңіздер, билеп қайнап шайнап. Рахмет, әдемі әріптестер, әдемі достар, ортамызға қош келдіңіздер. Жақсы тілек, жақсы ниет көздеріңізде. Енді әдеті бойынша бірінші әріптестерге әдемі тосты берейік. Одан кейін достар қауымы ашыға да, тұшыға да шылап беретін достар тілегімізді қоштайтын болады. Бірінші әріптестерден ұлағатты ұстаздардан бастаймыз ба? Ұстазы бардың ұстазым бар дейді. Сондықтан ұстазым менің, ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік
жанымда тұрар жаңғырып, ұстазым менің ұстазым. Ұстаздар, сіздердің қызметтеріңіз өте орасан ғой. Өйткені ашшыға да тұшшыға да оңай емес баланы тәрбиелеу. Сондықтан істеріңізге береке, күндеріңізге береке тілеймін. Әрқашанда қайнап жайнап, мықты шәкірттерді тәрбиелеп өсе беріңіздер, өндіре беріңіздер. Ал Гүлнар ұстазымыз бастаған әдемі тілек. Құрметті тойшыл қауым, құрметті Шарбан апай, кімнің Бақытжанның әкесі, құда, мынау бүгін керемет той болып жатыр, керемет тойдың куәсі болдық. Тамада өзің керемет бастап жатсың, ісіңе табыс тілейміз. Ал енді бүгін Бақытжан және қымбат жақсы тойдың куәсі болып отырмыз. Ананың, баланың балдары ержеткеннен кейін оларды сүндетке отырғызып, кішкентайынан оларды бағып қағып, мынау дәстүріміздің жалғасы болған ұл балдарының өсіп өніп жатыр екен. Сол өсіп өніп жатқан балдарымды көріп, олардың керемет қуанып, қазақи дәстүрменен ортаға нағашыларының алып шыққаны бәрі өз орнында әдемі жөн-жөніменен жасампаздық жақсы болып жатыр. Ал енді сол балдардың тойына біздер қуанып, бүгінгі сіздердің тойларыңызда, төрлеріңізде отырдық. Мына Маншур Мәметова атындағы нөмірі 6 жалпы білім беретін мектеп Түркістан облысында тарихы тереңге кеткен, қанша жылдан бері бүкіл осы қарап отырмын, осы жердегі тұрған адамдардың біразы тең жартысынан көбі 70% Маншур Мәметова мектебінде білім алған деп ойлаймын. Сондықтан өздерінің отбасындарындағы жақсылықтарында ата-ананың ол алдына қойған мақсаты бала-шағасын ерте еткізіп, олардың бой жеткенін көріп, олардың өскенін, өңгенін көру деген мақсат. Енді мынау 40-қа келіп жатыр екен Бақытжан анамыз. Бақытжан 40-қа дейін адам еркелеп жүреді, ерке жігіт болады, жігіттік жасайды. Ал енді 40-тан кейін бала-шағаң өсіп келе жатқаннан кейін екінші өмір басталады. Ол ата-аналық қасиеттің арғы түбін түсінетін жас деп ойлаймын. 40-да жаңағы үлкен қамалдарды алып болып, жақсы елдің алдында жақсы сөз сөйлейтін жаңа апкелерің айтып жатыр ғой, қара шаңырақта отырған балдар деп. Әрине атамның өмірінің жалғасы болып, отбасында ер адамның жақсы тәрбиелі болғаны өте жақсы. Сол сияқты өзінің де өсіріп отырған ұлдарың тәрбиелі болып, өмірлерінің жалғасы болып, бақытты, баянды өмір сүріңдер. Балдардың елдің баласы болып, елдің алдында өздерінде ұялтпайтындай адамгершілігі мол қасиетті жігіттер бола берсін. Бәріңізге той құтты болсын. Шарбан апай, той құтты болсын. Ал енді бәріңізге де той жұғысты болсын. Әрекеті Гүлнар апай, рахмет. Қырапты асыл сөзіңізге атамызда айтады, қара сөздің қадір білмеген өз қадір білмеген біле. Қара сөздің қадір білетін Гүлнар апайымызға мың алғыс, алладың бойы жаусын, Алла разы болсын. Әрекеті 100 жасаңыз деп қалыңыз. Келесі ақпен қалғасын. Құрметті тойшыл қауым, керемет той болып жатырмыз. Шарбан апайның көке тойлары құтты болсын. Тамада сөздің басында айтты ғой, той не сіздер деп. Бақытжан мен қымбат кішкентайлар үлкен азаматтар өздерінде елді қуантатын азаматы өсе берсін. Бір ауыз өлеңмен тілек айтайын. Әрі бата. Я Алла, не берсең де арнап бер, алтын балық ұстайтұғын қармақ бер, бақ бер, тақ бер, сол бармақтай барыңды басып тұрар зіл қарата салмақ бер. Я Алла, армақ бер, құрақ бер, баг дәулетті құрап бер, шын жомарт болсаң жасаған Абдуллах пен Әлинұрға
осы айтылған тілектің бәрін бір-ақ берер. Аумин Аллахым. Аузы дұғалы дуалы бадалы ағамызға рахмет айтқаныңыз айдырыңыз. Аузыңызға май, асыңызға тай. Рахмет. Ал, келесі Ахмет, жалғаса ма? Бар ма? Құрметті тойшыл қауым, бүгін бір керемет тойдың куәсі болып отырмыз. Шарбан апай, ұлыңыз сіздің алдыңызда 40 жас тойлап жатыр. Немерелеріңіздің сүндет тойы құтты болсын. Бақытжан, қымбат, ұлдарыңның ер азамат болып жатқандары құтты болсын. Дендері сау болсын, еміне қалаулы бір азаматтардың бірі бола берсін. Соның куәсі болып жүре берейік. Бақытжан 40 жасына тағы 40 жастар қосыла берсін, өстіп, қымбат екеуің бақытты, баянды ғұмыр кешіп, сол қызықшылықтарыңды бірге бөлісіп, біз де жүре берейік. Коллективтің атына бір жылға. Семіз, үлкен, мықты жылға. Қарекет, байланған. Қалғандарымыз қосыламыз ба? Тілегіміз етіміз бір. Рахмет, Алла разы болсын. Ал енді Бақытжан ағамның әріптестеріне ақылетті ұсынайық. Аға, өзіңіз бастаңыз. Рахмет, Асаба жолдас. Ұстаздардың алдында біз сөйлемеуге де болады негізі. Сіздерге басылаймыз әрине. Басылаймыз. Бірақ енді сыйлап беріп жатыр екен, енді барлығы келін жақтан кетіп жатыр, класс-класс, дос, коллективті бізден Бақытжан поддержка жасап, бізде сөйлейік, бізде билейік деп жатқанымыз. Алла разы болсын бәріңізге. Тамаша тілектер айтылып жатыр. Ағамыз жеңшеміз төрде отырған. Өмір жастарымыз ұзақ болсын. Әрине бізде анадан туғанбыз. Біздер мына жағы университет қауіпсіздік бөлімі. Біз негізі қаншамыз негізі біз мыңбыз. Аз келдік, бірақ біз мыңбыз. Бәр жұмыста да сменде. Еще анау 250 гектар жерді обеспечить ету деген оңай емес. Так что біз аз деп тамамыздар, біз негізі мыңбыз. Так что рахмет ақ тиын жаңағы қарын жағыға күн болғадыр дейді ғой. Олы ұстазымыз, олы ақын Мақатаевтың сөзінде айтады ғой жаңағы санаулы күн, санаулы ай, санаулы жыл, санай жүріп біз самайлар ағарар бір дейді. Уақытты санауы не пайда, өмірде алатын орнын білді. Бақытжан мырза негізі өзінің орнын тауып, қызметте жаңағы өзі байсалды, қарапайым, кішіпейіл, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрген азамат. Солай ма негізі? Артын еш жоқ ештің ба? Келін ақша. Негізі зор жігіт негізі. Келін межі бірісін зор тапқан Бақытжан. Бақытты болыңыздар, мұны артқанда өзіне сай, әрқашанда бақытты болыңыздар, бақыт ішінде бәрі де бар. Әлде де айдамыз тағы да. Ұстаздарға мың алғыз, бас еміз тағы да. Той боласын, той жоқ істеусі. Айтпақшы не бар, жаңа кістерді дедім, бұқалған сөзіме қайыр бар. Ой, біз қана ата-ана шықағылап бір әтеген. Ойнап айтады, біз күде таяқ жіп көрі. Балдырған ба айтқан, бір лақты әкегенбіз деп қой. Олар жеп қоймай әкегенін айтсайшы олар мен. Рахмет әкегендеріңе. Рахмет бәріңізге. Әкелден қазақ айтады ғой, жанымды ал, тәнімді ал, бірақ жүрегімдегі ақпелін алмаш дейді. Сонда аға, жүректегі ақпеліңізге рахмет, Алла разы болсын. Бәрекелді, Алланың өзі жалсын. Міне, басқа әріптестер қосыла ма? Сөйлейміз ба? Сыныптастар, енді былай жазайықшы, міне аға, жеңге қарап тұрсам, Аллаға шүкір, үйдің ірге тасын, таспен емес, доспен, әріптестермен қалағаныңыз айдан артып көріп тұр. Бір дос бар, қиындық кезде қасынан табылатын, бір дос бар, қиындық кезде қасынан табылмайтын. Қалтаңда 100 теңгең болғанша, 100 досың болсын дейді. Аққудатпа, досыңды сатпа дейді. Қазақтың ақыны, ақиқ ақын, Мұхағали Мақатаевтың кереметтей дос туралы өлең шумақтары бар. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сен, досыңмен ғана қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болу сонда тұрмақпын. Достарың көп па? Апырау неткен жақсы едім. Досым аз менің, досым-ау, тапшы енді, достарыңмен достастыр болайын ақ құлың. Достыққа жүрмін құмартып, өлге жүрмін өз-өзімен мін әртіп, жауыздың барып алдында уәзір болғанша, Бақытжандай досының ауласына барып өлгені мың артық. Енді Бақытжан ағам айтады, достарым, әріптестерім, сендерге сенемін, сендерді жолы бөтейін, жөні бөтейін демеймін.
дос деген адамның көркі екен, әріптес деген адамның серігі екен. Не дейін досым, жүргенде мына достарың, әріптестерің сыйлай жүрсін, әрқашан құшағыңды жимай жүрсін, ел сыйлаған егінің бір болшы, ата-анамыз бұл өмірге қуаныштан, жақсылықтан сыймай жүрсін деп, әмин деп қошемет қойшы достар үшін, әріптестер үшін. Bir dosum var can bağırım bala gezden. Bir dosum var birge kalan alana gezgen. Bir dosum var baylıklara tılıp ketken. Bir dosum var uyge günge kelip ketken. Bir dosum var can bağırım bala gezden. Bir dosum var birge kalan alana gezgen. Bir dosum var baylıklara tılıp ketken. Bir dosum var, ол шынайы әрине Бақытжан. Ал, Бақытжан ағамыздың және де әпкеміздің шынайы құрбы достарына ақылет жасамыз. Көне бастаймыз. Бәрекелді. Қайырлы кеш, жамағат. Сыныптастарымызбыз. Мынау негізі студент той деген үлкен ата-ананың парыздарының бірі болып есептеледі. Сондықтан бүгін бір парыздан құтылып жатқан құтты болсын. Бағдарымыз ел азамат болсын, құда қаласа елім дейтін азамат болсын. Бақытжан аға бүгінгі туған күніңізбен көрмешіңіз құтты болсын. Әрқашан осылай жақсылықта бас қосып, сіздерді жүре берейік. Қыздардың атынан кішігірім тайымыз бар. Бәрекелді, рахмет. Ханым, айтқаныңыз айдегіз. Келесі ақтек. Так, достар, ретімен, жолымен, кезегімен кәнекей. Атамандар, кім бірінші атаман? Ассалаумағалейкум, көпшілік. Бақытжан ата-анасына үлкен рахмет. Осындай ұлды тәрбиелеп, бізге дос қылған, Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Бақытжан досымыз біз бала кезден кішкентайдан бері мектепте оқып, бірге өскен жігітпіз. 40 жылдың енді ес білгелі бір 30 жылы біргеміз. Бақытжан жігіттің серісі, бір сөзбен айтқанда. Бақытжанға, отбасына Алла тағала таусылмас күш-қуат берсін. Баршаңыз ғұмырлы болыңыздар. Бар болайық, нар болайық, өмірде бір тұлға болып қалайық. Бақытжанның достарының атынан, барша туыстарына, мына әріптестеріне, ұстаздар қауымына сый құрметіміз шексіз болсын. Аман болыңыздар. Еліміз жасай берсін. Құдай қаласа, мына ұстаздар еліміздің мақтанышы болатындай шәкірт тәрбиелей берсін. Біз сіздермен мақтанамыз. Ассалаумағалейкум. Апа, көке, құтты болсын. Мәнелден Бақытжан оғын кішкентай балдарыңды сүндетке отырып жасында үлкен азаматқа өсе берсін. Кішкентай балдарың үлкен елдің азаматы болсын, елге қызмет жасайтын азаматы болсын. Бақытжан болсын, бала кезден бір жасымыздан бастап өскенбіз, көршіміз. Бәрін білеміз. Кішкентай жас кезі. Мен деймін, ең сол болсын, отбасың аман болсын, ата-анаң аман болсын. Осындай сіз біздің ата өсін, осындай достарың көп болсын. Мәншік мектебіне үлкен алғыс. Біздер сол мектепті бітіріп, аяққа тұрдық. Сіздерге жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Осындай ауызбіршіліктеріңіз арта берсін. Ел тыныш болсын. Амин. Ассалаумағалейкум, көпшілік қауым. Апа, кәде, тойларыңыз болсын, сіздерге Алла разы болсын. Осы немерелеріміздің қызықшылығына тоймай жүре беріңіздер. Ал Бақытжан бауырым, мына кішкентайлардың үстіне құтты болсын. Енді сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Өзің мына бүгін келіп жеткен 40 жас мерейтойына құттықтаймын. Алла саған ұзақ өмір нәсіп етсін. Әрқашан арамызда ойнап келіп жүрген. Рахмет. Бәрекелді, қалғанымыз қосыламыз, тілегім едіміз бірі. Мына жақ қосыламыз, тілегіміз едіміз бірі. Бәрекелді, енді бұлай жасайық, құрметті жақсылар.
әнесенің өзі қорытындысы болады, дүпкесі болады, тойшысы болады. Осы ағам мен жеңгемнің ата-анасына ақылетті берейік. Бақытжан ағамыздың ата-анасы келіңіздерші, апа, көке. Бүгінгі тойға деген әдемі ақылет сіздерден, одан кейін қорытынды сөз. Бүгінгі тойда әдемі ақылетпен бүгін тойды жабыңыздар. Келіңіздер, көке, апа, ортаға келіңіздер. Той сіздердікі ғой. Ең басты той үйлері осы апа мен көкем. Көкем қойды. Құрметті қауым, тойға келгендеріңіз құтты болсын. Мынау мен баламның бүгін екі қуанышы бақаласа. Айналайын бақытым, 40 жасың құтты болсын, 40-тың қырына шығып тұрсын, Құда қаласа. Алла берген жасты жасай бер. Қосағыңмен қосақ арып, Құда қаласа. Мынау өсірген ұл-қыздарының қызықшылығын көр. Мына кішкентай балапандарым, Құда қаласа, өмірлі болсын, бақытты болсын, елдің азаматы болсын, ата-анасының көз қуанышы болып жүре берсін. Сіздерге де рахмет. Мынау Мәншүк ұжымына көп-көп рахмет. Мен қуанышымды бөлісіп келгендеріңізге мың алғыс. Құда жекжаттарыма да бәріңізге де рахмет. Жора жолдастарына да, қайынсіңлілеріме де, абысын ажындарыма да барлықтарына рахмет жандарым. Осындай сендерге де осындай қуаныш той жұғысты болсын. Той боласа берсін. Екі балама тайым бар, келіме жүзігім бар. Бәрекелді, көргенімізде соқыретке қосылады сіздеріңізге. Қосылады. Бәрекелді, берсеңізшілер, қапыстап, кәнеки, әпесі қалтаңызға қап келесіз. Бәрекелді, міне, әдемі ағамызға, балапандарға сүйіміз мықты тай және сүйікті сүйкімді келіне міне алтымен аптап, күмістен қаптап жатыр. Бәрекелді, жақсыда көрмекке дейді. Бәрекелді, рахмет, міне, жақсы келін ененің топырағынан жаратылады дейді, аралап дейді. Бәрекелді, әрқашанда міне аралаңыздан осындай сыйластық, құрмет кетпесін. Ал енді міне тойдың ең басты жаңа апам мен көке міне тойды аяқтап жапты. Енді екінші тойдың иелері. Сіздерге сұрақ, әнші бүркіттің жұбы кім? Бейрамбек Бесбектің жұбы кім? Тоқтар Серіктің жұбы кім? Бүгінгі тойдың иесі красавчик Бақытжан ағамыздың жұбы кім? Красавица әдене қымбат әпкеміз. Осы қос ғашыққа, шын ғашықта бүгінгі әдемі ақылетті ұстайық. Рахмет болсын, тойды сіздерді жабыңыздар қоса. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бірінші Алла әуелі, одан кейін ата-анам, Алла разы болсын, ата-анама рахмет. Және де барлық ұжымдастарға, келіншегі ұжымдастарына, өзімнің ұжымдастарына Алла разы болсын дегендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға, достарыма, барлықтарыңыз Аллаға нұр жаусын. Әрдайым осындай қызықшылықтарда атсалысып, тек жақсылықтар болсын, барлықтарыңызға Алла нұр жаусын. Құрметті бүгінгі бізді сыйлап келген барша құрметті қонақтарыма үлкен рахмет. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда тек жақсылық болсын, шаттық болсын, қуаныш болсын. Мына менің ата-анама, бауырларыма, ағайын туыс, құда жекжаттарыма, Мәншүк мектебінің менің өте қымбатты ұстаздарыма, әріптестеріме, Бақытжанның достарына, барлығына сыныптастарыма үлкен рахметімді айтамын. Барлықтарыңыздың шаңырақтарыңызда тек қана жақсылық болсын, той болсын, қуанышыңызда бір-біріңізді сыйласып, осылай қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырда тек қана сыйластықта жүре берейік. Сіздерге үлкен рахмет. Басымден. Бәрекелді, рахмет. Сіздерге де мың алғыс. Алланың нұр жаусын, әрқашан Алланың назарында, бақыттың базарында болыңыздар. Жасасын қос ғашық, жасасын шын ғашық. Бақытты болыңыздар, 100 жасаңыздар, ұрпақтарыңыз мың жасасын. Ал енді, құрметті жақсылар, енді сөзімізбен, ісімізбен қақылаңызға кіріп кетіп, ренжіп қойсақ, бір Алла разы болсын кешірім сұраймыз. Ал жақсылығын жақсылай нұртасын дейді. Бірінші осы Ақбаян тойханасының барша қызметкеріне рахмет айтып бір қошемет қояйық. Бәрекелді. Және де видеооператорлар сіздердің қызықты, шыжықты сәттеріңізді бейне таспаға жазып жатқан өз істерінің қас шеберлері Арман және Алма
бауырларымызға қошемет. Және өз ісінің қас шебері диджей, оператор, тапер Арман бауырымызға қошемет. Және өздеріңіз әріптестеріңіз ұлағатты ұстаз, ұлы жүздің қызы Сома Кенді облысынан келіп отырған Гүлмира Шаяхмет қыздарыңызға қошемет әнші. Және де балалық шағы Балтық ауылында өткен, студенттік шағы Көкшетау қаласында өткен, әскери өмірі Қытай және Қазақстан шекарасында өткен Есен Болтарыңызға бір қошемет болсын. Баршаңызға мың алғыс, алданыңыз жоқсын, қазақтың тойы бітпесін. Ең жаман күндеріміз осы болсын ағайын. Ал енді әдемілеп суретке түсіп алайық, әріптестер, достар болып, одан кейін сый-сияпат болса тапсыруға рұқсат. Одан кейін барып билейтіндер биге, билемейтіндер үйге. Ал. Ал енді сүріп кетсейік. Міне бәрекелді, әдемі, сүйкімді, құрметіне, әріптестердің құрметіне менің атымнан соңғы әнім, достарым әні қаулаңыздар. Достарым менің золотой, әріптестерім менің крутой. Баршаңызға мың алғыс, достар, әріптестер. Сау саламатта болыңыздар. Шағылыңыздар. Dostlarım ömür sana, aman olsun bana, Şerim benim maladoy, dostlarım benim saladoy, bağlarım var karaboy, taşırım aşağı koy. Şerim benim maladoy, dostlarım benim saladoy, bağlarım var karaboy, taşırım aşağı koy. Жаса, шайға, жаса, шайға, жаса, шайға, и жас! Aman bulup benim, jabırganmay жаным, таусылмасын әнім, құрбы құрдастарым, қуанышқа орай, арамызға жарамай, билеші қаны, аса опа. Жерім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, тақшырын ажап қой. Жерім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, тақшырын ажап қой. Жақсы күндерде жолыңыз жақсы болсын, аман есен сау болыңыздар, ағайындар. Той тойласын, қазақтың тойы бітпесін. Келбеле, дорогой, тақшырын ажап қой. Рахмет баршаңызға. Thank you.
Что знаешь,